Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге тауықтан жасалған лаваш қосылған бұқтырманы ұсынбақпын. Ең алдымен біз тауықты маринадтап аламыз. Ол үшін бізге керегі паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, тауыққа арналған арнайы специя, соевый соус және де сұйық май қосып, тауықты қолымызбен ысқылап жағып шығамыз. Барлық қоспалардың мөлшері описаниеде жазылған. Бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді көкөністерді әзірлейміз. Көкөністерді жалпы өз еркілеріңізде қандайын қоссаңыз, үйде не бар соны қоса берсеңіз де болады. Және де санында өзіңіз ыңғайыңызға қарай, үйдегі адам санына қарай жасайсыз. Мендегі 5 порциялық тамақ шықты. Менде көріп тұрғандарыңыздай пияз, картошка, сәбіз, болгарский перец, баклажан, помидор, капуста және де чеснок. Өз қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады, жаңа айтқанымдай. Енді қазанымызға май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін жаңағы маринадталған тауығымызды салып, 15 минутта екі жағын аударып қуырып аламыз. Одан кейін дайындап қойған көкөністерді бірден бәрін ретімен салып шығамыз. Одан кейін бір стакан ыстық су құямыз. Және де қалауларыңыз бойынша зейелен саламыз. Яғни петрушка, укроп, зеленый лук салсаңыздар болады. Лавашты өзіңізге ыңғайлы етіп бөліп алып, ашық жерлерінің бәрін жауып шығамыз. Бірі немесе екі лаваш қолданамыз. Ол лаваштың пішініне қарай, кейбіреулері үлкен, кейбіреулері кішкентай болып келеді. Менде 1,5-2 лаваш кетті. Бетін жауып 35-40 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. 40 минут уақыт өткеннен кейін ең бірінші лаваштарын алып тарелканың үстіне төсеп аламыз. Немесе тамақтың бетіне қойсаңыздар да өз еркілеріңізде. Лаваштың үстіне тамағымызды салып шығамыз. Менің тамағым осылай өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздерге ұнап жатса міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы.